Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылық каналының көрермендері. Бүгінгі видеода біз сіздерге қызанақ отырғызуды көрсететін боламыз, және де оны биогумусты қосып қалай отырғызу керек, соны практикалық тұрғыда сіздерге көрсетеміз. Сол себепті видеоның соңына дейін қараңыздар достар. Дәл қазір біз бастап та кеттік. Мына жерде қызанақ отырғызатын жерді шапты. Одан соң бұл жерге биогумусты 150 граммын қостық. Одан соң екіншісі, үшіншісі, мына жерде биогумус тұр, және биогумусты біз стаканмен өлшеп салып жатырмыз. Енді қызанақты отырғызу процесін көрсетейік. Бір орынға негізінен 2 көшетті отырғызған тиімді келеді. Су құятын жерін жақсылап жасап қоямыз. Тереңдігі шамамен бір 10 сантиметрдей. Егер көшет ұзын болатын болса, тамырын барлығын толықтай көміп отырғызған дұрыс болады. Бізде көшеттер қазір кішігірім, сол себепті бұларды сол ұзындығына қарай отырғызамыз. Әр орынға 150 граммнан өлшеп биогумусты тастадық. Енді Алла бұйыртса, осының өнімін көреміз деген үміттеміз, иншалла. Биогумус түбін тастадық. Биогумус достар, ол арам шөпті шығармайды, өнімді 7-8 есе артығымен беретін Алла тағаламыз бізге нәсіп еткен керемет органикалық тыңайтқышы. Көріп отырсыздар достар, қызанақ отырғызу процесі осылай жүзеге асады жалпы. Бір орынға 2 жетеді, өйткені 3 отырғызсаңыз көп болып кетуі мүмкін. 1 болса да болмайды. Осы 2-іне кішкене су құятын жерін істеп қоямыз. Алғашқы күндері қалай суғаратынды сіздерге көрсетеміз. Одан соң мұны жалпы арықпен суғарамыз. Алғашқы кезде қолмен суғару қажет. Достар, стаканмен өлшеп осылай тастай береміз. Көріп тұрғандарыңыздай. Әр қайсысына, әр орынға тастаймыз осылай. Сосын екіп кете береміз. Біздің каналмен достар бірге болыңыздар. Қазір біз осы көшеттер отырғызып болғаннан соң қиярды қалай егетінін оны да көрсетеміз. Сонымен достар, біз енді қияр егуді бастадық. Қазір қиярды егу процесін көрсететін боламыз сіздерге. Ол жалпы дәннен егіледі. Бір жерге тек бетіне қарай бір дәнді ғана тастаймыз достар. Терең тастасақ, ондай жағдайда шықпауы мүмкін. Өйткені бұл дәннен тасталып жатқандықтан тез арада шығуы қажет. Біз әр жерге биогумус тастап жатырмыз. Биогумустың шамасын жаңа қызанаққа да, қиярға да бәріне бір шамада, яғни 100-150-200 грамм мөлшерінде тастап жатырмыз достар. Мына жер өткенде көрген, өздеріңіз көрген қиярдың қарықтары жалпы. Ал мына жаққа Алланың қалауымен жаңа қызанақты отырғызып қойдық достар. Бетіне ғана тастап, сәл қатты терең қылмай осылай жалғастыра береміз. Одан соң бұл сол дәннен өзі Алла бұйыртса иншалла өніп шығады. Биогумусты қосқан кезде биогумус тура сол дән тасталып жатқан жерге, ал көшет отырғызған кезде көшет егілген жерде тұру керек. Себебі ол сумен араласып, тамырына тез арада көкөністің баруы қажет. Достар, осылайша қызанақты, қиярды егуге болады. Енді Алла бұйыртса осы еккен көкөністеріміз өз жемісін берсін иншалла. Және оны қалай күтіп баптайтынымызды ертең сіздерге видео тағы да түсіріп көрсететін боламыз. Қалай суғаратынымызды көрсетеміз. Сол себепті ауыл шаруашылық каналымен бірге болыңыздар достар. Біздің каналға тіркеліңіздер, және де осы ауыл шаруашылығына қатысы бар, қызығатын қандастарымызды каналға шақырып видеоларымызбен бөлісіп отырыңыздар. Қазір енді суғарғанымызды түсіреміз. Достар, енді суғару процесін көрсетейік сіздерге. Анау шелектен біз бір бақылашқысын аламыз. Сосын оны мына шелекке суға құямыз. 1,5 бақылашқыдай араластырсақ та болады негізі. Ол қай жақтан шықты десеңіздер достар, бағанағыны мынау
біздің шылаушын фермамыздан аққан су болатын. Яғни биогумуспен араластырылған. Ол жидкий биогумус болды. Енді оны шелектеген сыры бірден құймаймыз, оны 10 шелекке бөлеміз. Көріп тұрсыздар ғой, ар жақтағы ақтағын бергі мына шелекке құйдық. Бір бақылашқа шамамен 1,5 бақылашқа. Сөйтіп осын жақсылап араластырамыз. Одан соң енді бұны қазір мына жердегі құманға құйып аламыз. Құманға құйып алатын себебі біз қазір өзіміздің қызанақтарымызды суаруымыз қажет. Яғни сол қызанақтарды суарған кезде шелекпен бірден көп құйылып кетпес үшін біз арнайы осы құманға құйып суарамыз. Өйткені сонда аз нақты құйылатын болады. Қазір оны көрсететін боламыз. Бірінші құманға толтырып алайық. Міне дайын болды. Енді құманды алып жүріп, қазір барып оны қызанақтарға құямыз. Достар, міне қазір біздің қызанақтарымызға қалай құятынды көрсетеміз. Бұл жерде біздің қызанақтар қазір бойлары кішкентай, сондай арнайы сорт, және де оған өте ұқыптылықпен құю керек. Өйткені егер су көп болатын болса, ондай жағдайда біздің қызанақтарымызға қауіп төніп, олар судың ішіне қарай құлап кетуі әбден мүмкін, достар. Сол себепті асқан ұқыптылықпен құямыз. Міне осылай процесті жалғастыра береміз. Күніне қызанақты кешкі мезгілде сағат 5-6-ларда 2 мезгіл суғарып тұратын боламыз. Сіздер де осылай өздеріңіздің қызанақтарыңызды өсірсеңіздер болады. Оның үстіне қазір коронавирусқа байланысты шетелден бізге көкөністер келмей жатыр. Сол себепті өзіміздің ауыл шаруашылығымызды дамытып, өз егістігімізге өзіміз егіп, биогумус секілді органикалық табиғи тыңайтқышты қолдана отырып еккенге не жетсін, достар. Сосын оның өнімін өзіміз жейтін боламыз. Достар, біздің каналға тіркеліңіздер, видеоға лайк басып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Сіздерге біз алдағы уақытта пайдалы контенттер ұсынуға бар күшімізді салатын боламыз. Міне мына жерге қызанақтарымызды отырғызып қойдық. Келесі кездескенше достар, қош сау болыңыздар.